Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай жұмсақ, нәзік печенье жасайтын боламыз. Бұл печеньелер өте жұмсақ болады. Сондықтан да менімен бірге болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы 100 грамм маймен және де 150 грамм қант керек. Осы екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз миксермен. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Енді 200 грамм ұнымызға бір ас қасық какао, бір шай қасық сода және де бір шай қасық крахмал қосып, жақсылап тұрып електе араластырып аламыз. Осылай барлығын електен өткіземіз. Енді қасықпен барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз, кейін қолмен ұстайтын боламыз. Осылай барлығын жақсылап тұрып араластырып болған соң қолмен ұстауға болады. Барлығын жақсылап тұрып біркелкі қылып араластырамыз. Бір үлкен қасықпен осылай қамырымызды алып, шариктер жасайтын боламыз. Оларды осы противеннің үстіне қоямыз. Мен противенға осындай пергамент жайдым. Сіздер май жағып та қоюларыңызға болады. Міне осылай барлығын жасап шығамыз. 180 градуста қызған пеште 25 минут пісіреміз. Мұнда менде тағы қамыр қалды, артынан жасайтын боламын. Міне бізде осындай нәзік печеньелер шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Және де каналымнан алыстамай үнемі қарап отырыңыздар.